Бәріңе сәлем. Бүгінгі видеоблогты біз Нұрсұлтанның туған күнінен бастайтын боламыз. Біз қазір дайындалып шықтық апарттан. Біз қазір Нұрсұлтанға торт аламыз. Әсем лифтпен келе жатыр. Солай. Міндетті түрде арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Подписаться батырмасына басып, арнама тіркеліңіздер. Міне әсем шықты. Біз шығып бара жатырмыз. Қалай менің бүгінгі look of the day деп па? Біз деген бәрін алып, зажигалка алуға ұмытып кеткенбіз ғой. Қазір енді қыздардың үйіне бара жатыр. Зажигалка алып келуге. Тортты жағатын свечка бәрі бар да. Қазір олай торт аламыз. Но зажигалка ұмытып кеттік. Нұрсұлтан сен үшін. Это только отрывықтары, а ол әлі монтаждап үлгермей жатыр. У нас времени нет. Осындай кафешка бар екен. Мынау Güneş Kuru Yemiş. Бұл бізде Eskişehir. Өте студенттік қала. Бізге қатты ұнайды. Қыздар. Мынау Adax деген киімдер сататын дүкен. Ал бұл Халықбанк. Халықбанктан ақшаларыңызды шешсеңіздер болады. Біз деген ақша шығартып, енді қазір неге бара жатырмыз? Пастане дейді. Торт алуға. Кондитерский магазин дейтін бет. Пастане қазақшасы. Торт сататын жерге торт алуға бара жатырмыз. Сіздерге кешкі Eskişehir'ді көрсетпекпін бүгін. Қазір сіздерге Eskişehir'дің пастанелерінің ішін көрсетем. Жалпы бұл жақта торт өте күшті, бірақ қымбат. Өте дәмді. Жалпы Түркияда тәттілер өте дәмді. Баклавадан бастап, басқа да жаңағы десерттерге келетін болсақ, міндетті түрде Түркияда дәмін татып көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Туған күнді тойлауға егерде жоспарлайтын болсаңыздар, осы жерге келіңіздер. Бұл жерде шариктардың түр-түрі сатады. Жалпы туған күнге керекті заттардың барлығы. Каппадокия пастанесіне келдік. Торттар сататын жерге. Міне осы жерде осында десерттер сатады. Бұл соуп баклава. Өте дәмді. Эклер. Мұнда да эклер. Торттар. Мен сіздерге баклаваны көрсетейін. Килограммы. Жоқ, бұл Кадаев деген десерт. Бұл жерде баклаваның түрлері. Мұнда сонымен қатар осындай печеньелер де бар. Алдық па? Біз алдық тортты. Біз торт алдық. Bunu көрсетеміз. Енді Москва істеткенбіз ғой Нұрсұлтан бетімен. Я хочу вот это взять. Тағандай бар. Қазір осындай Москва істегенбіз ғой. Туған күнмен құттықтаймыз. Сағат уже 12 болып қалуға шамалы қалды. И надо екеу бар. Тимошка жоқ. Нам екеу почти похожи. И наны. Мынандай смайлик. Смайлик деп осындай не көрсеттік. Алғандардың. Или наған ауыстырсам болады. Мұнда біз торт дайындап жатырмыз. Абайла. Гүлжан свечкаларды көрсет. Бізде бүгін Нұрсұлтан 22-ге толып жатыр. Міне. Дайындық жүріп жатыр. Күшті креативное поздравление болайын деп жатыр. Нұрсұлтан саған ұнайды деген үміттеміз. Осындай Өлеңді қосайын, қайратын аптасын ба? Қоса бер, любовь. Туған күн туралы. Өмір осынысымен қызық демекші, біз оны білдіртпей құттықтағымыз келген еді, бірақ та біліп қойғаннан кейін осылай құттықтауды жөн көрдік. Ұлдардың жатақханасы 11-ге дейін істегендіктен бізге күзетші кіруге рұқсат бермеді, сол себепті осылай құттықтадық. Днем рождения!
Happy birthday, you're so beautiful tonight. Make the stars shining bright. Wish you all the happiness and love in this world. Always be with you. Ya. Құтты болсын. Надеюсь, ұнайды. Ал. Күшті шықты. Давай. Күшті. Тема ғой несі? Да, ұнады ма? Натуре вообще мощный екен несі. Құтты болсын. Рахмет Туған күн құтты болсын. Пламен газет. Рахмет бәріне. Тема натуры, да? Я, тема прям ше. Нұрсұлтан, туған күн құтты болсын. Рахмет большой. Ұнады деген үміттеміз. Конечно, тичер. Сендерге бәрлеріне рахмет ескеріп құттықтап отқандарына. Қуаныштымыз. Енді тикток түсіреміз ғой? Обязательно. Билейміз ба? Как духи сегодня. Давай. Фототик. Давайте. Жүрмей Телефон açıyoruz. Нұр, туған күніңмен! You're so beautiful tonight. Make the stars shine bright.